Біз жаңа жұмыс орындарын ашамыз. Ол үшін жыл сайын 13 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өңірде 52 инвестициялық жобаны іске қосуға, ауыл аманаты жобасын қаржыландыруды ұлғайтуға, алдағы 5 жылда 30 мың тұрақты жұмыс орнын құруға Аманат партиясы өз үлесін қосады. Қарашығанақ кен орнын кеңейту, мұнай, метанол, калий тыңайтқыштарын терең өңдеу зауыты, Рожков кен орнын игеру біздің жоспарымызда. Өңірдің тұрғындарының табысын молайту, жұмыссыздықты азайту партияның алдағы мақсаттарының бірі. Жол картасының орындалуы бойынша 2023 жылы жоспарланған 112 іс-шараның 76-сы орындалды. 2023 жылы 889 жұмыс орнын құрумен 22 инвест жоба іске қосылды. Жалпы облыс бойынша 2024 жылдың 1 қаңтарына 17708 жұмыс орны құрылды. Соның ішінде тұрақты жұмыс орны 9724. Ауыл аманаты жобасы бойынша республикалық бюджеттен 6,14 миллиард теңге бөлінді. Жоба аясында 956 жобаны қаржыландырып, 1066 өтінім мақұлданды. 922 жобаны қаржыландыру жоспарлануда.